үлкен жоба. Нұреке өзің айтшы. Короче, бізде үлкен жоба 100 теңгемен 1 миллиардқа асың екенбіз. Алла бұйырса жетеміз деген ниеттеміз. Қалтада ақша жоқ. Бірақ қалтамызда ақша жоқ. Дәл қазір 100 теңге табамыз. 100 теңгені басқа бір зат сатып аламыз, оны басқа бірге сатып аламыз. Солай кетеміз. Короче, 100 теңгені 10 мыңға жеткіземіз, 10 мыңды 100 мыңға жеткіземіз, 100 мыңды миллион, миллионнан ары қарай миллиардқа Алла қаласа. Енді қазір 100 теңге жоқ, 100 теңгені көшедегі адамдардан сұраймыз енді. Кеттік. Ұят болса да сұраймыз енді. Солай енді. Кеттік жүр. Мына кісілерден сұраймыз ба? Бар ма аға? Біз, короче, 100 теңгемен 1 миллиардқа жетеміз деген ниеттеміз. Иә. Бізге 100 теңге болса, 100 теңге болса, соны өздеріміз эксперимент жасап көрейін деп. Просто көп адам айтады, сіздердің ақшаларың бар, сіздер ана біздер чисто көшеге шықтық, ақшамыз жоқ қалтада. Міне сияқты. екі жақтан келді. Ой, 200 теңге. Аға, атыңыз кім? есіңіз кім? Қалмұрат. Қалмұрат. Рахмет аға, Алла бұйырса біз миллиардқа, қара, жоқ қазір біз бұйырса миллиардқа жеткен кезде сізге не алып берейік? Алла бұйырса. Бұйырған, біздің TikTokты қарап жүріңіз. Жақсы аға, рахмет. Все, рахмет аға, давайте. Көріңіздер, міне 200 теңге таптық. 100 теңге емес, 200 теңге беріп кетті бізге, короче. Енді базарға кеттік, 200 теңгеге не бар? Чо там? Кеттік жүр. Кеттік. Бисмилlah. Болсын, рахмет. КамАЗдағы. КамАЗға келерсіз, танысып мағандасыз ба? Осы сізге хабарлассаңыздар болады. 3 теңге, иә? Может, базардың ішінен. Базарда іште берейік. Жетеміз ба? Өзіңізге байланысты ғой. Бәрі өзімізге байланысты. Мынау 200 теңге, иә? Иә, мына кішкентай 100 теңге. Давайте онда мынадан 100 теңгеден екеу алайық та. Қалай ойлайсың? Или басқа не бар? Тез өтетін мысалы, әйел адамдарға. Осы екі влажный салфетканы алайық. По-любому любой адам қолданады ғой, дұрыс па? Біз енді бұны сізден 100 теңгеге аламыз да, бұйырса 150 теңге, может одан побольше сатып, солай көтерілеміз ғой, короче. Түсіндіңіз ба? Не, 200 теңге жаңа ағаның берген 200 теңгесін екі салфетка алдық тәтемізге. Саудаңыз болсын. Саудаңыз болсын. Осы жаққа келдіңіздер, Чемаған халқы. Қазір бізде 200 теңгеге екі салфетка алдық. Енді бұйырса осыны сатуымыз керек қой енді. Иә. Қымбаттау. Мұны 300 теңге, 400 теңге қылуымыз керек. Кетіп жүр. Салфетка алмайсыздар ма аға? Влажный. Салфетка. Салфетка алмайсыз ба? Салфетка алмайсыз ба? 150 теңгеден екеуі. Контент түсіріп жүрсіз. Жарайды. Болды, алмаймыз, алмаймыз. Короче, мынандай жоба ғой. 100 теңгемен 1 миллиардқа жету. Соны бастап жатыр едік қой. Енді мынаны біз сатып жатырық. Жоқ, алмайды. Сізді алмайды бізді. Гарантия. 100 теңгеден 1 миллиардқа жету біздің мақсат сондай. Сол жобаны бастап жатқанымыз ғой. И салфетка сатып жатырық. 150 теңгеден. 150 теңгеден. Екеу аласыз ба? О, рахмет. Қарындасымызға рахмет. Саудаңыз болсын. 150 теңгеден екеуін алды. Міне, рахмет қарындасымызға. 300 теңге. Так, 300 теңгеге примерно сізде не бар? 300 теңгеге. Саталатындай. Пример не айтасыз? Өтетіндей. Сізден де сауда жасап кетейік дегеніміз ғой. А? Екі кофе, е? Так. Мынандай ма? Аха, шоколадный да еще. Бұны біз саталамыз, е? Қаншаға сатамыз? 200 теңгеден сатамыз ба, каждыйын? Все. В общем, екі кофені біз қарындасымыздан алдық, короче. Шоколадный түрде. Все, рахмет. В общем, 300 теңгеңіз өзіңізге. Қайтадан обратно. Бұйырса, жетеді деп ойлайсыз ба бізді миллиардқа? Все, рахмет. Рахмет. Сәттілік. Короче, біз кофе алдық, енді 150 теңгеден. Екі кофені. Енді бұйырса, бұл кофені 400 теңге басқа адамдарға сатамыз. Давай, екеуін 500 теңге сатайық. Давай 500 теңге. Оптовый. Тік еткізейік, е? Екі кофені алып алғанбыз. Бұйырса, осы екі кофені хотя бы 500 или 1000 теңгеге сату керек қой. Кофе алмайсыз ба? Кофе алмайсыз ба? 100 теңгемен 1 миллиардқа жоба бастап жатырық. Асқат барымыз екеміз. Қазір біз 100 теңге емес, 200 теңге алдық бір кісіден. Оны 200 теңге екі салфетка сатып алдық. Одан кейін ол салфетканы кофеге ауыстырдық. Енді кофені сатып алдық. Кофе сатып алдық. Если что, сіздерден тағы да бір сондай бір нәрсе ала саламыз. Кофеге не айбастап бере аласыз? Что халық тез. Кофе менде қалу үшін, иә? Иә, сізде қалу үшін. Қымбаттау сату үшін. Болды. Заодно бір реклама алып кетейік бауырымызға, иә? Болды. Как она есть. Заттар арзан шығар? Конечно. О, болды. Склад. Склад.
Так, бүйтеміз онда. Оған не берсек болады екен? Келесі әйел адамға беретіндей. Иә. сатқанда кішкене көбей керек қой ақша ше бізге. Аха. Андайла сенбейді. Өзіңіз. Опа. Машина. Машина қылады. Бұл не бұл? Бұл негізі қазір адамдардың уақыты аз ғой. Аха. Манты, пенмен пісірген кезде. Аха. Бағасы? Негізгі бағасы 3000 теңгеден болады. Машалла. 3500 теңге. Біз 3000 теңгеден. Бізде мынандай ғана Қанша? нәрсе бар тек. Болды, осыны мен сіздерге болды, қайырам. Алла разы болсын. Ой, красавчик, бауырым. Мә. Негізі жақсы демеймін, әйел адамдарға Нұрсұлтан болады. Нұрсұлтан бауырымыз не станция чымалғанда осындай бүткіл үйге керекті жарақты сатады екен. Дәл бауырымыз бізге поддержка беріп жатыр. Біз ошым кофе міне братан Нұрсұлтанға Абдуши ғой. Алла берсе біз енді бұны қаншаға сата аламыз? Максимальный. Енді бұны 3000-ға сата беріңіздер. 3000 теңгеге. Өйткені Все хорошо. келесі адамға да қиын болмасын деп жатыр. Болды, хорошо. Оның мысалы 3,5-ға 3200-ге сатып Аха. 3000-ға сатсаңдар. Болды. Үлкені, кішкентайының өзі Рахмет. 2,5 Мына өзі үлкені. Все. Короче, жігіттер, достар, біз мынандай Нұрсұлтан бауырымыз станция чымалғанда осындай керемет заттар сатып жатыр. Құдай турайтын нәрсе берді. Енді бұйырса бұны көреміз қазір, қаншаға өткізе аламыз. Мекенжай станция шамалған базарында 3-4 ряд, 3-4 ряд, 10-шы бутик. 10-шы бутик. Келе беріңіздер, смело. Болды, Нұреке, Алла разы болсын. Алла берсе, жақсылықтар кездесек. 8,5 набор. Ал, кеттік енді, мынаны сатайық, бұйырса. 3000 теңгеге. Алмайсыздар ма, тәте? Өте арзан бағада беріп жатырық. Не алмайсыздар ма? Базарда 3000 теңге тұрады. Сізге 3000 теңгеге береміз. Иә, біз, короче, тәте бір 100 теңгемен 1 миллиардқа жету мақсатын бастап жатырық. Короче, 100 теңге бір кісіден алдық. Ол кісі 2-3 теңге берді, 2-3 теңгеге 2 салфетка алдық. Ол салфетканы 150-ден сатып, кофе сатып алдық. Кофені маған айбастап алдық қой. 2 кофені. 200 теңгеден Енді бұның өзінің бағасы негізі 3000 теңгеге ана кісі берді бізге. Біз енді побольше сатамыз деп айтайық дегенбіз, бірақ енді сізге 3000 теңгеге береміз. Алатын болсаңыз. Ішінде, ошым 4-5 несі бар екен. Білесіз ғой жалпы оны, өзіңіз жақсы білетін Албаңыз тәте, өкінбейсіз. Бізге поддержка бересіз. Бір шетінде біз сіздің неңізді базарда реклама. Көп просмотр жинайды бұл, Алла қаласа. Бағасы міне сізді алдамаймыз. 3200 теңге. Бағасы 3200 теңге. Как раз сіздерге керек нәрсе ғой. Сіз дастархан сатып жатсыз ба? Игрушка? Онда игрушкадан бір нәрсе алатын шығармыз сол ақшаға. Может, игрушкаға айбастайық. Қалай ойлайсыз? Кеттік. Көрейік, сіздің де саудаңыз әлі, иә? Бұйырса, енді сіз енді игрушканы 3000-нан побольше тұратын игрушкаға айбастап берсеңіз Что, бізге. қымбаттау, бір айналдырып алатындай. Бүгін 10.000 теңгеге жетуіміз керек, қалай болмасын. Келін ваген 5000 теңгелік міне тәтеміз беріп жатыр. 200-дік па, иә? 300-дік па, иә? Бұны сата аламыз ба біз, тәте? Жоқ, мынау гелік емес екен. Land Cruiser. Крузак қой, Крузак. Тура менің. Пультпен ғой, иә, школьный автобус. Өзінің бағасы 6800 теңге екен. Тәтеміз бізге осыны беріп жатыр. Пультпен істейтін, е? Аха. Осы әдемі шықты ғой. Қалай? Болды, тәте, міне. Болды ма дәде онда? Тәтемізге жаңа рахмет. не деуші еді бұны өзі? Турайтын зат, ішінде тексеріп алыңыз, новый, ішінде насадкаларымен бәрі бар. Қолмен істейсіз, ручной. Короче, тәтемізге аты қалай осының негізі? Иә, фрукты турайтын да. Енді біз міне тәтем 6800 теңгелік осындай керемет пультпен істейтін автобусға айбастап алдық. Енді бұйырса осын сататын боламыз. Рахмет тәте, саудаңыз жүрсін. Бұйырса осы бутикқа кеп тұрыңыздар, ойыншық алатын болсаңыздар. 10-ші ряд, 20-ші бутик, тәтемізге келе берсеңіздер болады. Рахмет. Шығаламыз, ойыншық ма? Қыздар күшті пультпен істейтін. Жоқ па ондай? Жылай жоқ па? Ойыншық балаларыңызға. Короче, бізде мынандай ғой қыздар. 100 теңгеден 1 миллиардқа жету мақсатын бастап жатырық. Короче, 100 теңге бір кісіден алдық. Ол кісі 200 теңге берді. Біз 200 теңгеге салфетка алдық. Салфетканы 150-ден сатып,
кофе алдық. Кофені анандай турайтын бар ғой, женский турайтын. сүрмейді. Помидор, пияз турайтын 3000 теңгеге. Соған айбастап алдық. Енді 3000 теңгені ойыншық алдым 800 теңге тұрады екен өз бағасын. Осыған айбастап алдық. Енді осыны біз сатуымыз керек болып тұр ғой. Бізге ма? Біз аласыздар. Аласыздар ма? Келді. Давайте, сіздер 7000-ға алып рахмет. Кім аттарыңыз? Алтынай Динара. Так, 3000 теңге. Менде ақша барыңыз, или бармас, бересеңіз. Бизнаш бересеңіз. Рахмет. Абдыши, Алтынай. Сосын? Динара. Тұрастар ма? Аға. Бұйырса миллиардқа жетсек сіздерге жазасыздар ғой? подарка TikTok'та. Бізден болады. Тіктен шығатын боламыз бұйырса. Хорошо, иншалла. Рахмет. Все, рахмет. 7000 теңгеге 7000 саттық теңге көтеріп қыздарға. тастадық қой, короче. Абдыши. Рахмет қыздар. Рахмет, давайте. Сәттілік. Не аламыз енді бұған? 7000 теңге бар енді. Наличка ақша, любой нәрсені аласың енді. Короче, жігіттер, мүмкін емес нәрсе жоқ қой. 100-200 теңгені алдық, атамыз берді, 200 теңгеге салфетка алдық, салфетканы Кофеден алдық. кофеге ауыстырдық, кофені помидор турайтынға ауыстырдық, оны ойыншыққа айбастадық, ойыншықты 7000 теңгеге саттық. Енді берсе 7000 теңгеге не келеді? Соны іздейміз. Мына жақта не көреміз? Қыздардан көрейік, саудасын жасап. Көреміз ба тәте? Біресе не бар? Мына жақтан қараймыз ба? Давайте бізге өтімді 7000 теңгеге не бар сіздерде? Что, қыздар, опа, көрпе. Өте ма? Көрпе? Көрпені білмеймін енді, үлкен нәрсе. Бізге 7000, именно 7000 емес, біз ана 100 теңгеден пайда көруіміз керек қой, 10 мыңға көтерейін деп тұрық қой. Жету мақсатын бастап отырық. Именно бізге 10.000 теңгеге сата алатындай. Жүретін болсаңыз. Сондай. Осы базардан шықпай жүріп, бизнес жасай беретін ғой, айналдырып. Так, бұл көрпе ма? Аха, бұның бағасы негізі 7000 теңге. 6000 теңге берем да. 6000 теңге. Бұны қаншаға өткізе аламыз сосын? Примерно 8000-ға өтеді ау. 8000-ға ма? Өткізе аламыз. Көрпе берейін ба? Жоқ, бізге 10.000-ға өтетіндей бір зат беріңізші. Бірақ мен 7000-ға беруім керек па? Иә. Енді 10 мың, ладно, 10 мыңға жеткізу керек болып тұр ғой бізге пайдасын. О. Наны ма? Одеяло ма? Келin, ладно. 10.000-нан сатып отырмын. Керемет екен, е? Өзім оптовый бағасынан берем. Аха. 10.000 теңгеге смело сатып алам. Сіз негізі 10.000-нан сатып аласыз, е? Даже мен Түсірмей сатып жатсыз ба? 12-13 мыңнан сатсам да болады, да? Көріңіз енді. Өзіңіз байланыс дейсіз ғой, е? Че там, Асеке? Көрік. Қалай? Әдемі? Сыртында несі бар шығар, Иә, подарочный алып берем. Мынау бар, мынау бар. Сосын и мынау бар. Заодно реклама алып кетейік. Сіздің неңіз бутигіңіз қандай? 10 рет бірінші контейнер. Шамалған, станция Шамалған базарында 10 рет бірінші контейнер, е? Енді қараңызшы. Гүлфия. Гүлфияға келе берсеңіздер болады. Гүлфия ханым, бізде мынандай қазір өткізе аламыз да негіз? Иә, өтеді. Өте ма? Смело өтеді. Өзім 10.000-нан сатып отырмын. Болды онда. Міне 7000 теңгені бердік. Бұл кісі бізге 10.000 теңгелік мынандай керемет общем одеял ғой мына. Двухсторонний одеял. Мен ана натуре халым. Ерлерге де, әйелдерге де бола береді, е? Осыны алайық онда, е? Болды онда. Бізге қорыпқа, аха. Короче, достар, не? Поддержка берді бізге Гүлбану деді ма? Гүлфия. Гүлфия ханым поддержка берді. Короче, 7000 теңгелікті. 7000 теңге бізге 10.000 теңге тұратын нәрсені 7000 теңге беріп жатыр. Енді берсем мынаны қазір 15 мыңға сататын. 12-13 мыңға сатамыз, ала берсе. Істей беру керек, көрдіңіздер ғой, достар. В общем, мынандай зат алдық. Берсе, рахмет. Саудаңыздың Алла берекесін берсін. Сау болыңыз. Одеял алмай сатады, е? Сіз емес, е? Одеял сатып жатыр едік қой. Двухсторонний. Екі адамға арналған қалың сізге 10 мыңға береміз. Аха. Аласыз ба? Көріңіз. Тексеріп көріңіз. Ұнап қалады, может. Одеял тәте арзан бағада двухсторонний 10.000 теңгеге береміз. Ашып көрсеңіздер болады. Өте керемет. Подаркаға де. Бізде мынандай жоба бастап жатырық. 100 теңгемен 1 миллиардқа жету. Біз 0 теңгемен бастадық. Қазір Алланың қалауымен 10.000 теңгеге жеттік тәте. Бір сағаттың ішінде. Иә. Болмаса күтеміз. Затыңыз алып болғаннан кейін мына жақта. Көрем десеңіздер, заттарыңыз көріп алыңыздар, аспай. Қалай жағдай саудаларын беріп. Одеял родной.
Двухслойный сатып жатырық. Мамашкин контейнер жауға келген. Мамашкин кім еді? Иә. Мамашкиннен алдық па біз? Білмедім оны. Сен мына Мамашкин Жоқ, ба? мен- Одеял сатып жатыр едік. Двухслойный. Короче, 10 000 теңге. Керемет. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет, саулаңыз. Одеял сатып жүрдік. Последний. Жамылып жатасыз кешке жақын. 10 000 теңге. Двухслойный. Иә, күшті. Все, рахмет. Жақсы. Қаншаға берейін? 5.000-ға бер, алып қалам. Мә, Біз видеоға түсіре беремін, мен квартира. Жоқ, біз түсініп тұрмын тәте. Бірақ бізде не ғой? 10 мыңға жеткізу керек болып тұр сол ғой. Біз 10 000-ға жеткізу керек жобасы сондай болып тұр да. Әйтпесе бере салатын едік. Проблема емес еді. 5.000 болса, алып қалам сразу. Жоқ. Бізде Бізде негізі просто 5 000-нан емес, көтеріліп кеттік та біз. көтеру керек. Аха. 10 мыңға. Рахмет. Иә. Болады. Новый, последний. Қаншаға бересің? 9 000 алыңызшы. Берейік сізге. Міне. Екі адамдық, двухслойный, Ашып двухсторонний. Иә. Стак болды ғой. Двухслойный. Өте керемет. Камераға сатырсың? Короче, бізде мынандай ғой тәте. 100 теңгемен 1 миллиардқа жобасын бастадық. 100 теңгеден мына аса одеялға дейін жеттік бүгін. Енді осы одеялымызды сатып жатырық. Алып қалыңыздар, өкінбейсіздер тәте. Бізде де қанша? Сол баға ғой, 10 мыңнан сатасың деп берді ғой жаңыз. Бұл сатып жатқан кісілерден біз 10 000 теңгеге алып кеттік. 10 000 теңгеге сата аласың деді. Біз о кісіден 10 000 теңгеге сата аласың дегеннен кейін алдық. Енді сізге 9 000 теңгеге берейік енді деп отқаным ғой. Ашып көрсеңізші. Екі адам. Екі адамдық. Да ғой, кәдімгідей. Двухспалка. Ашып көрсетсек, может, көрші. Ойла, не істейсіз? Базарда 10 000 теңге тұрады. Андай ғой, 2 қабат. Шапа. Қалыңыз қалай? Тәте, мына одеял қанша тұрады? Надел ма? Иә. 8,5. 8,5 тұрады ма? Екі кісілік қой. 2 кісі. Екі кісілігі. Сата алмай жүрсек. Соны сізге берейік деп жатыр. Сатқан мынау не ғой? Сатып тұрған бағамыз біздің. Иә. 8,5. 8 000 қалды. 8.000-ға алыңызшы. Неге? Контент түсіріп жатқанбыз ғой. Осыны бізге айтқан ғой 10 000 теңгеге де сата аласың деп тұрмыз. 1 миллиардқа жетеміз деген мақсат бар. Осы Асқар бауырым екеуміз. Енді тәтеміз өзі одеял сатады екен. Енді қазір тәтеміз өзі поддержка беріп алып жатыр бізге. Негізгі өзінің бағасы 8,5-нан бұл кісі сатады екен. Сатып тұрған баға. Иә, бағасы, сатып тұрған бағасы. Енді бізге 8 000 теңгеге алып жатырсыз. Бұйырса, болды. Біз енді 8 000 теңгеге ары қарай тағы да бір өтетін зат сатып аламыз да, оны 10 000-ға сатамыз. Сөйтіп, дальше 1 миллиардқа жетеміз деген мақсат қой. Алла берсе. Рахмет тәте. Ал, тәте сіздің саудаңыз жүрсін, рахмет бізге поддержка беріп осындай өз бағасына алып жатқанына. Біз тоқтамаймыз дальше. Тәте, рахмет. Міне, тәтем 8 000 теңге берді. Міне. Все, рахмет тәте. Сау болыңыз. 200 теңге, 100 теңге тапқанымыз 8 теңге болды. Жақсы тәте, сау болыңыз. Бізде 100 теңгемен 1 миллиардқа жету мақсатында біз 100 теңгені сұрап едік, бір кісі 2-3 теңге поддержка берді, 2-3 теңгеге 2 салфетка алдық та, оны 150 теңгеден саттық 300 теңгеге. Одан кейін 300 теңгеге кофе алдық, 2 кофе, 150 теңгеден. Ол кофені алдық та бір жерге бардық, андай ыдыс аяқ сататын жерге. Ол жердегі жігіт, жомарт жігіт деген алды да 3000 теңгеге нәрсесін бере салды ғой бізге. Сіздерге жігіттер көмек деп ше. 3000 теңгелікті 6800 теңгелік ойыншыққа айырбастады. Ойыншық сататын тәтеге. И оны 7000 теңгеге бір қыздар наличка сатып алды. Одан кейін 7000-ға біз одеял алдық, двухслойный. Оны 8000 теңгеге саттық дәл қазір. Бізде қазір сонда 8000 теңгені міне бір сағаттың ішінде 8000 теңгені қиналмай көтеріп алдық қой. Міне қараңыздар, реально ақша. Нөлден бастап. Алғанды кімнен алдық, барлығын сіздер көрдіңіздер. Келесі видеода енді біз осы 8000 теңгені 80 000 теңгеге апарамыз ба, может көреміз. 100 000-ға апарып отырсамыз, дальше тоқтамаймыз. Оны 100 000-ға емес, бұны 1 миллиардқа апарамыз. 1 миллиардқа апарамыз, келесі видеода. Келіп қойыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер.